1 қаңтардан бастап бүкіл халыққа 2 пакет тегін медициналық көмек көрсетеді. Тегін медициналық көмек қалады. Сонымен ол не деген? Осы қазақстандық тұрғындарына сақтандырылған ба, сақталмаған болса да ол тегін медициналық көмек беріледі. Сақтандырылған азаматтарға қосымша тегін медициналық көмек беретін болады. Ол түрлі жоспарланған диагностикалық емдеу қызметтер, сонымен қатар оңалту. Олар немесе жұмыссыз ретінде тіркелу қажет, немесе басқа да топтарға кірсе, әлеуметтік медицина сақтандыруға мүмкіндік ашылады.